Саламатсыздар ма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі химия пәнінің оқытушысы Киреева Гүлшат Көбенқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нароздар, белоктар. Сабақтың мақсаты белоктардағы түсті реакциялар, белоктардың денатурациясы, гидролизі, белок мысалында табиғи полимерлер туралы білімдерін тереңдету, құрамы, құрылысы туралы білімдерін кеңейту. Белоктарды синтездеудің химиялық, биологиялық әдістермен синтетикалық азық-түлік өндірумен таныстыру, талдау, қорытындылау біліктіліктерін дамыту. Оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға, ізденімпаздыққа тәрбиелеу. Белоктар дегеніміз не? Белоктар немесе протеиндер деп те аталады. Кез келген организмнің барлық тіршілік процестерін қамтамасыз ететін табиғи органикалық қосылыстар болып табылады. Белок көміртек, сутек, оттек, азот және күкірттен тұрады. Белоктың құрылым деңгейлері бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік және төртінші реттік құрылым деңгейлері болады. Бірінші реттік құрылым дегеніміз полипептидті тізбектегі пептидті байланыспен кезектесіп орналасқан амин қышқылдарының саны. Полипептидтік тізбектегі амин қышқылдары қалдықтарының қатаң тәртіппен бірінен кейін бірінің орналасуын бірінші реттік құрылым анықтайды. Нәруызды құрайтын жүздеген, мыңдаған, миллиондаған альфа амин қышқылдарының қалдықтары өзара пептидтік байланыс арқылы жалғасып полипептид түзеді. Екінші реттік құрылым. Кез келген белок үшін бірінші құрылыммен бірге белгілі бір екінші құрылымда тән. Әдетте белок молекуласы созылған серіппені еске түсіреді. Нәруыздардың көбінің кеңістікте оралма тәрізді оратылуы екінші реттік құрылым деп аталады. Бұл құрылым негізінен оралма оралымдарында орналасқан карбонил тобының оттек атомы мен амин тобының сутек атомдары арасындағы сутектік байланыстар арқылы іске асады. Шиыршықтың бір орамында 3 және 5 амин қышқылдарының қалдықтары болады. Оралымдардың арақашықтықтары 0,54 нанометр шамасында болады. Үшінші реттік құрылым. Үшінші реттік құрылым ерекше глобулаға ширатылған полипептидті тізбектер глобулярлы белоктардың ұю әдісі үшінші реттік құрылым деп аталады. Нәруыздардың оралма тектес молекуласы биологиялық процестердің әсерінен молекула арасындағы сутектік байланыс, дисульфид көпіршесі, күрделі эфирлік көпірше және бүйір тізбектегі анион мен катиондар арасындағы иондық байланыстар арқылы өзара байланысады да күрделі үшінші реттік құрылым түзеді. Төртінші реттік құрылым. Ерекше күрделі құрылысты көптеген белоктар бірнеше полипептидтік тізбектерден тұрады. Бұл полипептидтік тізбектердің бірге бірлесіп орналасуы белоктың төртінші реттік құрылымы деп аталады. Белоктың денатурациясы. Жалпы денатурация дегеніміз белок молекулаларының кеңістік құрылымының бұзылуынан табиғи қасиеттерінің жойылуы. Нәруыздардың екінші және үшінші реттік құрылымдарына жауапты байланыстар, жаңа біз өзіміздің айтып өткен сутектік, дисульфид көпіршесі және тағы басқа байланыстар әлсіз болғандықтан оңай үзіліп, нәруыздардың кеңістік құрылымдарының бұзылуы нәруыздың денатурациясы деп аталады. Денатурацияға ұшыраған нәруыздың өзінің биологиялық функциясын атқара алмайды. Қыздыру, радиация, ортаның өзгеруі, кейбір химиялық әсерлерден шайқап сілкінуден нәруыз денатурацияланады. Жұмыртқаны мысалға пісіргенде альбумин нәруызының, сүт ашығанда казеиннің ұюынан олардың кеңістіктегі құрылымдары бұзылады. Белоктың қызметтері: катализдік, тасымалдаушы, қорғағыш, жиырылғыш, құрылымдық, реттегіш, қоректік және энергетикалық қуат көзі деген қызметтерді атқарады. Катализдік қызмет. Бұл ағзадағы химиялық реакциялардың жүрісін тездетеді. Тасымалдаушы қызметі. Бір мүшеден басқа мүшеге әртүрлі заттарды байланыстыру және тасымалдау. Қорғағыштық қызмет. Антиденелер ағзаға түскен немесе тіршілік іс-әрекетінде пайда болған бактериялар мен вирустарды залалсыздандырады.
Құрылымдық қызмет. Белок жасушасының негізгі құрылысын құрайды. Реттегіш қызмет. Бұл алмасу процестерін реттеп отырады. Қоректік қызмет. Нәруыздар аса маңызды тағамдық заттар, ет, жұмыртқа, сүт және тағы басқа заттардың құрамында болғандықтан ас қорыту жолдарында ферменттер әсерінен амин қышқылдарына дейін ыдырап гидролизденеді. Амин қышқылдары ішек қабырғалары арқылы қанға өтеді. Көмірсулар мен майлардан айырмашылығы амин қышқылдары организмге қор болып жиналмайды. Белокты көп қабылдауға да болмайды. Өйткені семіздік ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Белоктардың қасиеттеріне келетін болсақ, химиялық қасиеттері бұл түсті реакциялар тән. Яғни нәруыздарды сапалық анықтау үшін түсті реакциялар қолданылады. Соның негізгісі биурет реакциясы. Бұл мыс эквивалентті гидроксидінің сілтідегі ерітіндісімен нәруыздарға әсер еткенде ашық күлгін түсті пайда болады. Бұл реакция нәруыздардың құрамындағы пептидтік байланыстың бар екенін анықтайды. Тағы негізгі реакциялардың бірі ксантопротеин реакциясы. Бұл реакция туралы айтпас бұрын сіздерге видео көрсетемін. Ксантопротеиновую реакцию проводят для обнаружения белков, содержащих ароматические аминокислоты. Для испытаний возьмем раствор белка куриных яиц. К раствору белка прибавляем концентрированную азотную кислоту. Белок свертывается, происходит денатурация, разрушение структуры белка. Теперь нагреем пробирку с белком. При нагревании белок становится желтым. Азотная кислота взаимодействует с бензольным кольцом, при этом образуется окрашенное соединение. Если добавить в пробирку аммиак, окраска усиливается. Появление окрашивания свидетельствует о наличии ароматических аминокислот в составе белка. Яғни, ксантопротеин реакциясы дегеніміз, ксанта грек тілінен аударғанда сары деген мағынаны білдіреді. Егерде белоктың құрамында бензолдың сақинасы болса, ол концентрлі азот қышқылымен реакцияға түсіп, реакция нәтижесінде сары түсті қосылыс пайда болады. Нәруыздардың қасиеттері. Нәруыздар қатты күйде ақ түсті ұнтақ заттар қыздырғанда денатурацияланатын немесе айырылып кететін болғандықтан нәруыздардың нақты балқу температуралары болмайды. Нәруызды синтездеу проблемасының теориялық және практикалық маңызы зор. Нәруыз молекуласының күрделі болуына байланысты қазіргі уақытқа дейін нәруыз синтезі толық іске аспай отыр. Қазіргі замандағы маңызды міндеттердің бірі бұл синтездік тағам жасау проблемасы. Оның ішінде нәруыздық тағам түрлерін алу бірінші кезекте тұр. Бұл салада академик Несмянов бастаған ғалымдар тобы жұмыс жасап келеді. Қазіргі кезде жасанды ет пен балықтан жасалған 100-ден аса тағамды алу жолы белгілі. Нәруыз синтезінің құпия сырын ашу көптеген вирус ауруларын жеңуге мүмкіндік береді. Жаңа химиялық талшықтар, пластмассалар жасауға, тамақ және химия өнеркәсібінде де жаңа өндіріс процестерін ойлап табуға мүмкіндік береді. Үйге тапсырма, сөз тапсырмасын беремін, нәруыз синтезі. Яғни жаңа нәруыз синтезінің проблемасын кішкене мен айтып кеттім. Соған сіздер арғарай толықтырып, өздеріңіз ізденіп, нәруыз синтезі деген тақырыпта сөз жазасыздар. Яғни нәруыз синтезінің маңызы қандай? Нәруіз синтезінің проблемалары деген сұрақтарға жауап. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.